Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз өстіп тауға шықтық. Погода прям жаңбыр, мұң андай не болып тұрды. Тұман болып ше, осылай күшті болып ма, бірақ 1-2 сағат болса да миымызды тынықтырып қайттық. Ұрыстық, қырылдық. Ой, балалар жылады, әкесі сөйледі маған, ұрысты әйтеуір. Сөйтіп қырылып, жойылып, бірақ погода күшті болып, көңіл-күйіміз жақсы болып, бір ұрысып алып, ары қарай жаңағы тауды, тасты бәрін аралап, балдарға көрсетіп, қызық болды. Біздің каналға тіркеліп өтіңіздер, бізді қолдаңыздар, әлі де қызықты видео шығатын болады. Бұл видеолардың шығып жатқан себебі, бұл балапандарға, біздің балаларымызға мұрағат ретінде ертең өскен кезде өздері қарап отырады деп. Мынау біздің енді әзірге Жигулиміз, Құдай қаласа, Алла қаласа, Мерседес, үлкен джип мінгенімізді, коттедж үйде тұратынымызды барлығын видеоға түсіріп салатын боламыз. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Біздің парақшаға міндетті түрде тіркеліп өтсеңіздер. Мені түсірме деп жатыр әкесі. Мынау енді баратқан кезде барлығымыз көңіл-күйіміз жақсы, свежий болып еді. Балдар барғаннан жылады, қырылды, ұрысты, ана тамақты жеймеймін деді, ұйықтаймын деді әйтеуір. Жол шамалы ұзақ, сол үшін шаршатты. Былай күшті болып, мен де души рахаттанып қалдым. Өстіп, секіріп, жүгіріп, күшті болып ойнап. Мына талдардың арасында тамақ ішкіміз келген ғой негізі. Сөйтсек, бұл талдардың арасында немес екен. Отыратын орынды ластап тастапты да. Сонымен әр жағында бар екен. Біз тамақ ішіп болғаннан кейін бірақ көрдік оны ше. Сөйтіп, машинамыз жаңа болып тұр, ноп-новый болып. Бұл таудың аты Қаратау ғой, енді Қаратау болғанда да енді күшті. Аты затына сай, біз бұдан 6 жыл бұрын осы жерге барған болатынбыз. 6 жылдан кейін барып тұрғанымыз, қыз бен жігіт болып жүрген кезде күйеуіміз екеуміз барған жеріміз ғой деп бала-шағамен барып қайттық. Видеоны көріп отырған кезде машаллах деп айтып қойды. Ұмытпаңыздар, әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне демекші. Әрқайсыңыздың отбасыларыңыз аман болсын. Балдарды негізі осылай тауға шығарып тұрған дұрыс. Чем жаңағыдай 4 қабырға, кафе, ойнайтын алаңдардың өзі де іште қазір сондай ғой, здание закрытый. Одан да таза ауаға шығарып, кәдімгідей еркін далада, природада. Әттең демде біз жақта орман жоқ. Орман бар болса, сол орманда рахаттанып, души балдарды жүргізіп, жаңағы күшті қыларын едік. Мына үңгірдің іші күшті екен, айтпақшы біз фонарымызды алып алдық. Үңгірдің ішін әбден бір зерттегіміз келді. Осылай күніміз біздің күшті қызықты өтті. Балдар да риза, біз де риза. Барлығы күшті болды. Ей! Осылайша біз күшті ғып бүгінгі күнімізді өткіздік. Біздің парақшаға тіркеліп алыңыздар. Ой, балдар бір-бірін ұрып атыр, қырылып атыр, әйтеуір. Осылай балдар жүгірді, айтпақшы, души айқайлап, ішіндегін бәрін шығарып алатын жер екен негізі таушы. Сол ішінде баруларыңызға болады. Ауа күшті тұр, бірақ жаңбыр жауып кеткен болмаса, жаңбыр жауғаннан кейін біз көп суретке түсіп, далада көп жүре алмадық та, бірақ жүргенімізше жүрдік. Үстіміз әбден шылқыды. Ана жақта стиральныйда қырғын кіртір жуатын. Бірақ шаршасақ, осындай таза ауада жүргеннен шаршаған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да біздің парақшаға тіркеліп алыңыздар. Осылай сіздер де бала-шағаларыңызды үйде отыра бермей, 1-2 сағатқа болсын. Тауды үйдің қырғын тау емес, бірақ соның өзінде де осындай жерлерге шығарып тұрсаңыздар болады. Жолда айтпақшы кетіп бара жатып осындай күшті аттарды көрдік. Сол жерде бір жылқышының үйі бар екен, солардың үйір аттары екен. Балдар да көріп мәз болды. Бірақ енді аттар деген күшті екен. Қызық осы аттардың бағасы қанша отыр екен қазір? Қымбаттап кеткен шығар. Үйіңде үйір ат болғанға не жетсін. Бала-шағамызға үйір осындай ат алып беруді нәсіп етсін деп қызығып қарап тұрдық. Бұйыртса жаман машинамызды ауыстырып, аман болайық, главный джипке, үйімізді коттеджге ауыстырсақ деген арман ғой әйтеуір. Бала-шағамыз аман болсын.